Сәлем достар. Бөректің бүгін екінші түрін пісірдік. Өте дәмді, бірақ күтірлемейді, жұмсақ. Тіске жұмсақты жақсы көретін адамдар үшін деп айтуға болады. Ішіндегі сыры осылай ағып тұрады. Дайындау жолы бұның да қарапайым. Осындай бөрек дайындағыларыңыз келсе, видеоның соңына дейін қарауға кеңес берем. Ол үшін әдеттегідей, өткен жолы біз сырды тек турап алсақ, кесіп, бұл жолы теркіден өткіздік. Теңдей салыну үшін көріп отырғандарыңыздай 200 граммдай, 2 лавашқа 200 граммдай сыр қажет. Міне, асығып келген кезде шайға дайындай қоюға өте күшті кетеді. Дәмді, тез, оңай жасалу жолы. Міне, Анвардан алдық. Осындай бір пакетикте 2 лаваш шығады. Яғни көп қаражатта кетпейді, қарап отырсаңыз. 2 лаваштың 140 теңге, 500 теңгеге бір сыр деген сияқты. Міне осы лавашты осылай алып бөліп аламыз. Сосын оны ары қарай бір лаваштан 8 штук шығарамыз ғой. Ішіне кегізіп, тағы да қап ортасынан бөліп 8 штук, сонда 2 лаваштан 16 штук бөлек шығады. Бір 4-5 адамға молынан жетеді. 4-тің шайына, 5-тің шайына дайындасаңыздар күшті болады. Таңғы асқа да дайындай қоюға болады. Міне осылай 3 бұрыштап кесіп дайындап аламыз. Соң көріп отырғандарыңыздай өткендегі бөректен айырмашылығы жұмыртқаға былғаймыз бұл жерде. 2 лавашқа 2 жұмыртқа жеткілікті. Жұмыртқамызды осылай алдын ала дайындап аламыз, араластырып. Дәміне қарай өздеріңіз тұз, бұрыш салуға болады. Мен бірақ ештеңе қоспадым. Тұзды көп жақтыра бермейтін болғандықтан. Осылай араластырып дайындап қойып, ары қарай лавашымызға сырымызды салып, бір келке етіп салып ораймыз. Осылай екі жағын бүктеп ораған дұрыс, себебі майға салған кезде сыр сыртқа шығып кетпес үшін. Осылай барлығын жасап дайындап аламыз. Содан кейін қызып тұрған майымызға, сковородкеге майымызды құйып, көріп отырғандарыңыздай майды да ондай көп құймаймыз. Енді қызып тұрған майымызға жаңа дайындап алған
бөректерімізді жұмыртқаға аунатып осылай салып шығамыз. Бұл жерде өткен жолы біз зубочисткамен қыстырып едік, ашылып кетпес үшін деп. Бұл жолы жұмыртқаға салғасын зубочисткамен қыстырудың қажеті жоқ, ашылмайды, яғни майға салғанда. Осылай сковородкаларың 24-тік болса, 2 бөліп қуырып аласыздар. Қызарғаннан кейін екінші жағын осылай аударып, бір 10 минутта дайын болады бас аяғы. Осылай 2. Дайындап көріңіздер, ас болсын, дәмді, пайдалы. Каналға жазылуға ұмытпаңыздар. Келесі видеода осылай пайдалы тағам салам бұйырса. Өз ой пікірлерін жазыңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Ас болсын. Өте дәмді шайға әдемі кетеді. Қалған жұмыртқаны осылай сковородкаға салып қуырып алсаңыздар болады. Ас болсын.